Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен көктем мезгілінде адам бойына күш-қуат беретін майсөк деп аталатын қазақ халқының ұлттық тағамының рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен газымызге кастрөлді қоямыз. Оның үстіне жақсылап 5-6 рет жуылған тарыны саламыз. Үстінен бір кесе су құйып, тарыдан асып кетпейтіндей, кішкене жетпейтіндей су құямыз. Баяу отқа қойып, бетін жауып, су тартылғанша қайнатамыз. Арасында қақпағын ашып, араластырып тұруды ұмытпаймыз. Асты жабысып қалуы мүмкін. Су тартылды. Енді үстінен сүтімізді құйып, тарыдан кішкене асатындай етіп құйып, баяу отта қайнатамыз. Арасында қақпағын ашып, тарыны араластырып тұрамыз. Асты күйіп жабысып, иісі шығуы мүмкін. Сүтіміздің жартысы қайнап, кішкене тартылды. Үстінен сары майымызды саламыз және қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сүтіміз толық тартылғанша бетін жауып және қайнатамыз. Сүтіміз қайнап тартылды. Енді осындай жылы сүлгімен ыдысымызды орап қоямыз. Қант және май тарының бойына сіңу үшін жылы жерге 10-15 минутқа қойып қоямыз. Біздің майсөк дайын болды. Осылай кесеге салып, тарелкаға төңкеріп, дастарханға ұсына беруге болады. Дәмі өте керемет. Қазіргі көктем мезгілінде дәруменге толы, пайдалы тағам. Егер менің рецептім пайдалы болса, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген жақсы рецепттермен бөлісетін боламын.